Сәлем достар, менің атым Айғаным. Ал менің атым Сабира. Ал мен Алим. Бүгін біз сендерге түлкі мен қасқыр ертегісін айтып береміз. Дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Бір күні бір шал балық аулап үйіне келе жатыр екен. Келе жатып, жолда бүрісіп жатқан түлкіні көреді. Мынау түлкі өліп қалған ба? Қазір бұны мен өз кемпіріме апарып берейін. Шал түлкіні алып, арбаға тиеп, өзі алдында жүреді. Ал түлкі болса, балықтарды біртіндеп, жол бойы лақтырып отырады. Ал балық таусылған соң, түлкінің өзі де түсіп кетеді. Кемпір, мен сенің тонына жаға алып келдім. Жаға? Қандай жаға? Ой, тамаша болды ғой. Ана арбаның үстінде балығында жағанда жатыр. Ой, керемет болды ғой, барып алайын. Әй, шал, нәрде ештеңе жоқ қой? Қалай жоқ? Ей, алдап кетті. Мынау балықтардың дәмдісін ай. Ал түлкі болса, өз лақтырған балықтарын жинап алып, өзі рахаттанып жеп отыр екен. Амансың ба түлкіжан? Маған балығымнан берші. Неге мен саған балығымды беру керекпін? Өзің бардағы аулап ал. Қалай аулайды? Мен білмеймін ғой, маған да үйретші. Жарайды, үйретейін, жүр. Ал қасқыр, жақсылап тыңда. Мұзға барасың, ойыққа құйрығыңды саласың. Қармаққа ілінші, үлкені, кішісі деп айтасың. Балықтың өзі де ілініп келеді. Қасқыр өзенге барып, ойыққа құйрығын салып, қайталап отырады. Қармаққа ілінші, үлкені де кішісі де. Қармаққа ілінші, үлкені де кішісі де. Құйрығы қасқырдың мұзға айналсын. Құйрығы қасқырдың мұзға айналсын. Бірдеңе дедің бе түлкіжан? Я, қасқыр, саған көмектесейін деп, қармағына көп балық ілінсін деп тілеп отырмын. Осылайша қасқыр түні бойы отырды. Тұрайын десе тұра алмай қалды. Құйрығы қатып қалды. Таң атты. Суға келген қыз келіншектер қасқырды көріп, айғайлай бастады. Қасқыр, ұрыңдар оны! Біреуі ағашпен, біреуі шелекпен қасқырды ұра бастайды. Қасқыр, ұр! Ай! Қасқыр әрі жұлқынып, бері жұлқынып, құйрығы жұлқынып кеткен соң қашып кетеді. Ай, маған ауыртты ғой мен. Түлкі қап бәлем қолыма түс, таяқты оңбай жесін. Бұл кезде қу түлкі уақытын босқа өткізбей, құймақ пісіріп жатқан үйге барып, басын ұнға түсіріп алып қашып кетеді. Түлкі келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Ай, түлкі, осы ма үйреткенің? Ой, қасқыр аға, сенің қанан шықса, менің миым ағып жатыр. Қарашы, аяғымда әрең тұрмын. Обалай. Саған қатты қиын болған екен ғой. Кел, арқама отыр. Үйнеден жеткізіп салайын. Я, солай күшті болушы еді. Содан түлкі қасқырдың арқасына отырып, әндете бастайды. Таяқ жемегенді көтеріп келеді. Не дейсің қарындасым? Таяқ жегенді көтеріп келеді деп айтамын. Сөйдейсің ба қарындасым? Я, таяқ жемегенді көтеріп келеді. Таяқ жемегенді көтеріп келеді. Осымен түлкі мен қасқыр ертегісі аяқталады. Келесі кездескенше сау болыңдар!